Айдана, қарашы, мен бір керемет конкурс тауып алдым. Косметика бренді жаңа помада сыйлап жатыр екен. Тек аты жөніңді, туған күніңді, үйдің мекен жайын, ата-ананың картасын енгізу керек екен. Мен қазір толтыра қояйын деп едім. Тоқташы, мұндайды ешқашан жасамай, бұл нағыз алаяқтық. Шынайы бренд сенен ешқашан мекен жай немесе карта сұрамайды. Бірақ парақшасында брендтің логотипі тұр ғой, суреттері әдемі, бәрі рас сияқты. Мүмкін ресми шығар. Оларға сенуге болмайды. Олар кез келген логотипті көшіре қоя салады. Бұл тұзақ. Жазайын. Косметика конкурсы карта сұрады. Міне, ресми парақша. Ешқашан жеке немесе банктік деректерді сұрамаймыз. Абай болыңыздар деп тұр. Ешқашан жариялама. Үй мекен жайын, мектеп атауы мен суреттерін, геолокацияны, жеке құжат деректерін, логин, парольді, ата-анаңның карта нөмірін. Ой, сәл болмағанда анамның картасын жазып қояйын дедім. Солай істегенде ақшаңды да, аккаунтыңды да жоғалтар едім. Оның үстіне деректерің басқа жерлерге тарап кетуі мүмкін еді. Мама, егер кеше мен сіздің мекен жайыңызды және картаңызды бір жерге салып жіберсем не болар еді? Қой, сен үйттің ба? Жоқ, бірақ сәл қалған. Айдана тоқтатпаса. Қызым, ондайға ешқашан сенбе. Біз ақшамыздан айырылып қалуымыз мүмкін. Және де олар басқа да біздің деректерімізді пайдалануы мүмкін. Кешір, мама, бұдан былай абай боламын. Жарайды, ештеңе етпейді. Ең бастысы, уақытында тоқтадың. Ал Айданаға рахмет айт. Ол нағыз дос. Енді барлық күмәнді конкурстарды өшіремін, жеке мәліметтерді жарияламаймын. Жарайсың, қарасам сен қазірдің өзінде киберэкспертке айналып келе жатсың. Сен арқамда, Айдана, бұдан былай әрқашан ойланып барып қадам жасаймын. Егер сайт жеке деректерді сұраса, бірден күмәнді. Әрқашан ата-анаңмен немесе өзің сенетін ересекпен кеңес. Паникаға берілме, асықпа.